ата бабамыздан келе жатқан күй тартпамыз. Бұл да домбырамен кезінде біздің ата бабаларымыз күй тартқан, жыр терме тартқан, күймен әртүрлі қуанышын, қайғысын естірткен. Мен саған осы домбыраны құрастыру жолын үйретейін. Жібер бала балам, таудан тауамын, домбырамен мен қыстырып аламын. Анасы, екеуміз сурет салмақшы. Жарайды, қазір саламыз. Бірінші қызым ағарған ішіп алды, сосын барып жүнмен сурет саламыз, жарай ма? Жарай. Қызым, мынау не? Жүн, Бұл жүнді қайдан аламыз? түйеден, қойдан. Дұрыс айтасың, қызым. Бұны қойдан, түйеден қырқып аламыз, және оны жуамыз, сабаймыз, сосын әртүрлі түске бояймыз. Қазір біз сурет салу үшін бізге мынандай үлгі керек. Соны мынандай инелермен жүнді түйреміз. Қызым, қара. Қазір осы үлгіге қарай отырып, біз сурет саламыз.